Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз зертханалық жұмыс тыныштық үйкеліс күші және оның массасы мен бетіне тәуелділігі. Бізге керек құрал жабдықтар алюминий, қысқыш, кері тастары және динамометр. Алюминийді динамометр арқылы қозғалту үшін қысқышты орнатамыз және де оның үйкеліс күшін тарту арқылы табамыз. Және алюминийге кері тастарымызды қою арқылы оның массасын көбейтеміз. Әр сайын бір кері тасын қосу арқылы 4 рет қайталаймыз. Үйкеліс күші екі дене жанасқанда олардың бір-біріне қатысты қозғалысына немесе қозғалыс талпынысына кедергі жасайтын күш. Яғни денелердің беттеріндегі микробұдырлар бір-біріне ілініп тұрады. Сол ілінісу қозғалысы баяулатады. Ал тыныштық үйкелісі дегеніміз дене қозғала бастағанға дейінгі оған әсер ететін ең үлкен үйкеліс күші. Тыныштық үйкелісі дененің массасына тікелей байланысты. Себебі масса артқан сайын дене өз салмағымен бетке күштерге қысылып тұрады. Бұл қысым күші физикада нормаль реакция күші деп аталады. Бетке тәуелділігі жанасып тұрған беттердің кедір бұдырлығы мен материалына байланысты.